18 жылдың көктемі. Таң елінің ханы Исемин Когурё елін жаулап алу үшін қалың әскермен шабуыл жасайды. Арнайы жасағының саны миллионнан асса, жаулап алған елдерден қосып алған жасағын қосқанда тіпті еселене түседі. Когурё елі Йодong аймағының қолбасшысы Яң Маңчун жақын маңайдағы бекіністен әскер жинап, бәрін Йодong бекінісіне жинақтайды. Таң елі Йодong бекінісін тартып алу үшін негізгі жасақты жұмылдырып, шабуылға жібереді. Жау қолына өтпеген Когурё елінің Йодong қақпасы тағда Таң еліне төтеп бере алар мекен? Когурё, Таң елі араларындағы соғыс осы жерде өз шешімін табады.